Міне өзбекше көйлекті қалай пішуін көрсетемін. Міне қазір өзбекше көйлекті қалай пішуін көрсетемін. Ол үшін бірінші бізге 60 размерінің основасы керек. Мойны 20 сантиметр. Оны бүктейміз. Мына жерге қойып, белгілеп аламыз. Тек сантиметрдің көмегімен белгілейміз. Мына жер 20 болды. 20-ны 2 бүктеп салдым. Міне. Енді төмен қарай мен үйреткендей түпнұсқаны 8 сантиметр алып, мына линейканың көмегіменен әзір біз осы жерді сызып аламыз. Міне белгілегеннен кейін осы жолақтар өте әдемі болып тұрады. Міне бүйтіп сызып аламыз. Міне мына линейканың көмегімен көрсеңіз. Енді бізге иығы керек. Мына жерде иығы. Бұны түзу сызып аламыз, бұл иықты. Міне түзу сызып алдым. Иығымыздың ұзындығы 13 сантиметр. Міне көрсеңіз, тура 13-ті алдым. Жазып қоям, 13. Мына жерді біз 4 сантиметрге түсіреміз. 4 сантиметр. Енді біз мына жерден иықтан төмен қарай, бұл 60 размер болғандықтан мен 23 сантиметр белгілеп аламын. Сөйтіп бұны линейкамен сызамын. Міне сызып алдым линейкамен. Енді осы жерге өзбекше көйлектің қолтығының кокеткасын саламыз. Мен кокеткасын 18 сантиметр алдым. Міне 18 мына жерді 18 деп жазып қоям. Біз осы иықтан түзу, міне иығынан түзу қылып, бұлай сызып аламыз. Сызып алдым. Енді мына жерден 3 сантиметрді алып, осы жерді де біз мына линейканың салатын боламыз. Міне. Біз мына шығысының сызығына келтіруіміз керек. Мына оғының сызығына жеткізіп алдық. Мына жеріміз біздің 3 сантиметр болды. Біздің оғымыз, мына оғы деп атайды, көкірегіміздің айналасын. Бірінші 3-ті қосып, оны 2-ке бөлеміз. Сонда менде 60 болды. 60-ға 3-ті қостым, 63. Оны сантиметрдің көмегімен 2-ке бөлдім. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Мінекей 60-ты алдым. Көкірегінің айналасына 3 сантиметр қосам, значит 62 болды. Міне оны белгілеп аламын. Міне көрсеңіз, түпнұсқаны дайындап шықтық. Бұл жерде арқасында алдында бірдестен ала беруге болады. Арқасына 4 түсіріп аламыз. Енді қазір осы жерді сызып қоямын. Міне осы сантиметрдің көмегімен ала бересіздер. Міне, мына аралық 4 болды. Ал мына аралық төбеден мына жерге шейін 8. Мынау алды. Міне алды. Мынау арты. Артқы бөлігі. Мінекей, осылай түпнұсқаны алдық. Енді өзбекше көйлекке жаңа айттым ғой. Мына иықтан 8 сантиметрді алдық. Бүйтіп, міне, 18. Енді біздің выточкамыз біздің 31. Міне, мына жерде болады. Біз мына выточканың тұсынан аламыз нені. Өзбекше көйлектің бұрышын. Міне, көрсеңіз, 32. Енді бұл осы жерді де біз осы линейканың көмегімен алып сызып аламыз. Міне.
Міне көрсеңіз, өзбекше көйлегіміздің алды шықты. Арқасын осыдан кішірейтіп аламыз. 2 сантиметр кішірейтсеңіз жетеді. Мінекей 2 немесе 2,5 сантиметр. Мен мына жерден 2,5 сантиметр 2-де 5 алдым. Бұл арқа бөлігі. Арқа бөлігінде тура осы несінен ала береміз. Міне бүйтіп қойып, сәл былай қояйын. Мына сызыққа тура келсе болды. Міне мына арты. Мынау алды. Міне тура осылай өзбекше көйлекті аламыз. Мінекей мынау линейка бізде. Жаңа біреулер сұраған. Осы линейканың көмегімен біз мына жерінде, мына дөңгелектерде мыналарды әдемілеп осы линейка арқылы сыздық. Ал 4 сантиметрліктен бастаймыз тырқуды. Өйткені бұл жерде бір дестеп 2 алдында арқасында алып отырмын. Ана осылай алып алдық. Енді мен өзбекше көйлектің мына жерін қырқып алам. Бұл бізге етегін салу үшін керек. Оның 2 түрі болады. Аз көрсеткенім қалай салу керек екен. Мына жерде сапа салып аласыз. Мінекей тура осылай пішіп аламыз. Міне өте жеңіл түрінде көрсетіп тұрмын сіздерге. Былай қойып, мына жағында туралап қойып алдым. Міне қазір мыналардың бәрін туралап қойып алдым. Өте түзу, әдемі тұру керек. Бұл біздің қырққандарымыздың бәрі. Мына жерге келді. Міне осылай мен әзір мына бұрышты белгілеп алам. Міне осы бұрышты белгілеп аламын. Енді сборкасына мен мына жерден 10 сантиметр алдым. Міне көрдіңіз бе? Мына жерден міне 10 көрініп тұр. 10 сантиметр алдым. Белгілеп алам. Енді мына бұрышымды мына жерге жылжытып сызып аламын. Бұл етегіміз. Етегіміз ары қарай ұзындығын жалғастырып кетесіздер. Бұлай қарай ұзындығын жалғастырып аласыз. Мінекей, енді мынаны алып тастаймын. Мына жағын белгілеп алам енді. Мінекей, бүйтіп қойған кезде менікі мынау болып тұр. Міне белгілегенім осы. Біз енді бұл алдын істеп атырмын. Бұны линейкамен бүйтіп сыза саламыз болды. Міне алдын сызып алдым. Осы алды болады. Тура осы жерді, мына жерге туралап тігесіз.
Мына жерге туралап тігу керекпіз. Мына өзі келеді, сборка істегенде тура осы жерге келеді. Бұл алды болады. Енді арқасында тура осман ала бересіз, осындай қылып.